Balası toplum balları. Sәлеметсіңдер ме? Жақсы балалар. Балалар, бүгін біз су тіршілік көзі. Сумен танысатын боламыз. Ал бірінші сумен таныспас бұрын біз мына табиғат бұрышына назар аударайықшы, балалар. Мынау нені? Гүл қандай түс? Жасыл, е? Жасыл. Бұлар гүлдер, яғни шөлдейді. Оларға біз су құю керекпіз. Табиғат бұрышындағы мынау гүлдерді біз су құйғыш арқылы біз су құямыз, е? Себебі олар шөлдейді. Қалай мынау өсімдіктерге де, жануарларға да, адамдарға да судың пайдасы мол. Себебі су тіршілік көзі. Сусыз ешқандай тіршілік болмайды, балалар. Ал олай болатын болса, мынау судың 3 түрі болады екен, балалар. Қатты, сұйық және бу. Мынау қолымызда тұрған ыстық судың ішінде қайнап тұрған кезде балалар буды көріп тұрсыңдар ма? Иә, балалар. Бұл жерде ыстық су. Алдымызда тұрған ыдыстарда су құйылып тұр. Осы суда түсі бар ма, балалар? Түсі жоқ, түссіз, е? Кәні алдымыздағы тұрған суларды біз ішіп көрейікші кәнекей. Бұлай. Алып, салып ішіп көреміз. Мінекей. Біз ішіп атып, ешқандай дәм сезілмейді. Ал алдымызда тұрған қасықпен қан салып көрейікші ыдысымызға. Кәнекей, міне, ясының алдымызда тұрған. Мына түтікшемізді алып, суға салып, ішіп көрейікші кәнекей. Дәмі қандай болды? Дәмді. Себебі біз не салдық? Қан салдық. Жарайсыңдар, балалар. Өте жақсы. Дәмді болыпты. Алдымызда тұрған мұзды өз стакандарымызға салайықшы кәні. Сөйтіп араластырайық. Араластырамыз. Мұзымыз бар ма, жоқ па? Қараңдаршы. Мұз жоқ болып кетті ғой, балалар. Еріп кетті, балалар, е? Балалар, алдымызда тұрған құтыны шайқайықшы. Шайқаңдар қайқы, балалар. Шайқан. Жоғары. Шайқаймыз, қатты. Ясмин, орнына қойшы қанеке. Сенің суың түсі қандай болды? Көк болды. Құндыз сенде қандай түс болды? Қызыл. Ал, Имран, сенің түсі қандай болды судың? Қандай түс? Қызыл. Ал, Айвин, сенің түсі қандай суыңның? Жақсы. Енді біз сумен таныстық, я балалар. Олай болатын болса, біз сендерге бір жұмбақ жасырып жіберейін. Жылт етеді, жылғалардан өтеді. Ол не екен? Ол не? Жарайсыңдар, балалар. Менің балаларым артында су екен, балалар. Ал, балалар, су тіршілік көзі. Сусыз өмір жоқ. Су тіршіліктің көзі. Сондықтан да суды біз дұрыс пайдаланып, үнемдеу керекпіз.